Саламатсыз ба тыңдаушы мырзалар. Бүгін біздің тақырыптың атауы жазаның ұғымы, мақсаты, жүйесі мен түрлері. Тақырыптың өзектілігі қылмыстық құқық бұзушылықтардың дұрыс саралау, қылмыс пен қылмыстық теріс қылықтардың бір-біріне ажырату және олар үшін тағайындалатын жазаның түрлерін білу, орынды дәлме-дәл дұрыс қолдану, жазаның мақсаты дұрыс анықтау болып табылады. Сабақтың мақсаты қылмыстық құқық бұзушылықтардың үшін тағайындалатын жазаның түсінігін, белгілерін, мақсатын, жүйесін меңгерту. Заңды бұлжытпай орындауға, әділеттілікті үстем ұстауға, заңды көрнектеуге тәрбиелеу. Қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін көзделген жазалардың жүйесін теориялық зерттеуді тәжірибемен бірге жетілдіруді дамыту. Ұсынылатын әдебиеттер: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі туралы заңы, Қазақстан Республикасының ішкі істер органдарының туралы заңы, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне түсіндірме, жалпы және ерекше бөліктері. Авторы Ағыбаев, Бұрчашвили. Ағыбаев, Алауханов авторларының қылмыстық құқық, жалпы және ерекше бөлімдері оқулықтар. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының қылмыстық және қылмыстық процестік заңнама бойынша кейбір нормативтік қауларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2018 жылғы 20 сәуірдегі номер 8 нормативтік қаулысы және Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы жалпы бөлімі оқу құралы. Авторлар Саханова, Мұхамедиярова, Тоқпамбетова. Келесі. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші сұрақ жазаның түсінігі және белгілері, екінші жазаның мақсаттары, үшінші жазаның жүйесі және оның түрлері. Бірінші сұрақ: қай мемлекет болмасын ол қылмысқа қарсы күрес жүргізуде әртүрлі әлеуметтік ұйымдастырушылық, экономикалық, тәрбиелік, рухани шаралардың барлық түрін кеңінен қолдануда тырысады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 39 бабында жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады және ол адамды құқықтары мен бостандықтарын осы кодекспен көзделген айыру немесе олардың шектеу болып табылады. Қылмыстық жаза туралы мәселені көтергенде оның қылмыстық жауаптылықпен әрі қатынаста да тоқталған жөн. Жауаптылық пен жаза ұғымдарын жекелеп алып қарасақ, жауаптылық жаза ұғымынан әлде қайда кең ауқымды, өйткені жаза қылмыстық жауаптылықтың маңызды сатыларының бір ғана. Қылмыстық жауаптылықтың басталуы уақытында болып қылмыстық жасалуы, ал аяқталуы уақыты соттылықтың жойылуы немесе өтелуі. Қылмыстық жауаптылыққа алдын алу, тергеу, анықтама, прокуратура және сот органдары тартып және босатады. Ал жазаның сот тағайындап, сот босатады. Қылмыстық заңда қылмыстық жауаптылық пен жазаның бір-бірінен ерекшелейтін нормаларын кездеседі. Мысалы, қылмыстық жауаптылықтың және қылмыстық жазадан босату негіздері әртүрлі. Сонымен жаза соттың айыптау үкімінде жүзеге асырылған қылмыстық жауаптылықтың мәні. Соттылықтың өтелуі және жойылуы жазамен байланысты барлық құқықтық шектеулерді жояды. Қылмыстық кодексте жазадан басқа қылмыстық құқық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары көзделінген. Олар: бірінші, тәрбиелеу сипаттағы мәжбүрлеу шаралары, екінші, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Бұл шаралардың жазадан басты ерекшелігі олардың соттылықты болдырмауында. Екіншісі, олардың тағайындалуы адресатында, яғни тәрбиелік сипаттағы шаралар 14-18 жас аралығындағы қылмыс жасағандарға, ал медициналық сипаттағы шаралар қылмысты есі дұрыс емес жағдайда жасаған адамдарға және қылмыстық кодекстің 91 бабында көрсетілген басқа да негіздерде тағайындалады. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары белгісіз мерзімге тағайындалады. Қылмыс пен жаза қылмыстық құқық өзінің пайда болған кезінен сүйенетін бір-бірімен тығыз байланысқан ажырамас категориялар. Қылмыстық жаза мәселесі қылмыстық құқық теориясында ерекше орын алады. Өйткені ол қылмыстылықпен күресу шараларының жүйесіндегі ең ауыр да қажет шараларды бірі болып табылады.
қылмыстық жаза мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының жеке бір түрі және оның өзіне тән мынандай белгілері бар. Жазаның бірінші белгісі ол мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Бұл жаза тек мемлекет атынан сотпен ғана тағайындалады дегенді білдіреді. Екіншісі, жаза тек қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға ғана тағайындалады. Үшіншісі, жаза әрқашанда қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасаған адамның құқығы мен бостандығын шектеумен байланысты болады. Төртіншісі белгісі, жаза сотталған адамға соттылық атағын береді. Бесінші белгісі, жаза жария түрде ашықтан ашық тағайындалады. Осы жоғарыда аталған жазаның негізгі белгілерінен оның анықтамасын шығаруға болады. Екінші сұрақ, жазаның мақсаты. Қоғамдағы қылмыстылықпен күресу кезінде қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеу шараларының әрбірінің өз мақсаты және өзіне тән міндеті бар. Осыған сәйкес жазаның мақсаты дегеніміз тікелей жаза тағайындау, қолдану және оның іске асыру арқылы мемлекет қол жеткізуге ұмтылатын әлеуметтік нәтиже. Сонымен, жазаның мақсаттары үш түрлі. Бірінші, әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру. Екіншісі, сотталған адамды түзеу. Үшіншісі, қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу. Енді осы көрсетілген әр мақсаттарға жеке-жеке тоқталып кетсек. Әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру деген қылмыс нәтижесінде бұзылған жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің мүдделерін қайта қалпына келтіру. Материалдық зиян, айыппұл, мүлікті тәркілеу, түзеу жұмыстары кезінде айлық табысынан ұстап қалу арқылы өтелуі тиіс. Ал денеге келтірген зиян қалпына келтірмейді, немесе келтірулерден шектелген. Ал жаза мен қылмыстық сәйкес келуі деген тағайындалған жазаның кінәлін жеке тұлғасын жазаның немесе жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын жағдайларға сәйкес келуін қарастырады. Екіншісі, сотталған адамды түзеу мақсаты. Жалпы алғанда адамды түзеу бұл адам бойындағы қылмыс жасауға итермелейтін қасиеттерді жою. Түзеу барысында сотталғанның бойында бұрын болмаған әлеуметтік пайдалы қасиеттер енгізіледі. Жазаны өтеу барысында сотталған адамның көзқарасы, сенімі, әдет салты жақсы жаққа қарай өзгерсе түзеу мақсатын орындалғаны. Үшіншісі, қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу. Қылмысты жасауға тек жазамен қорқыту немесе басқа адамды нақты жазалау арқылы қоғамдағы тұрақсыз адамдарды жаңа қылмыстан сақтандыру дегенді білдіреді. Жазаның жүйесі және оның түрлері. Жаза жүйесі ауырлығы ескеріліп, белгілі бір ретпен орналасқан сот үшін міндеті болып табылатын қылмыстық заңда бекітілген жазалар түрінің түпкілікті тізімі. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекстің 40 бабында жазалар жүйесі орналасқан. Қылмыстық кодексте жазалар жүйесі жеңілдеу жазадан бастап қатаң жазаға қарай тізілген. Жүйеге кіретін жазаның барлық түрлері екі топқа бөлінеді. Негізгі және қосымша жазалар. Негізгі жазалар бұл жазаның дербес түрі ретінде ғана тағайындалатын түрлері. Оларды басқаларына қосымша ретінде біріктіруге болмайтын жаза түрлері. Олар қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, бас бостандығынан шектеу, қамаққа алу, бас бостандығынан айыру. Қосымша жазалар негізгі жазаға қатысты көмекші сипатқа ие жаза түрлері. Оларға белгілі бір лауазымды атқару, немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, арнаулы, әскери, немесе құрметті атағынан сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру, мүлкін тәркілеу, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу. Қазақстан Республикасының 40 бабында жаза түрлері көрсетілген. Қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға мынадай негізгі жазалар. Біріншісі, айыппұл,
41 бап, екіншісі түзеу жұмыстары 42 бап, үшінші қоғамдық жұмыстарға тарту 43 бап, төртінші қамаққа алу 45 бап, бесінші шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу қолданылуы мүмкін 51 бап. Ал қылмыс жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға мынандай негізгі жазалар. Біріншісі айыппұл 41 бап, екіншісі түзеу жұмыстары 42 бап, 2-1 қоғамдық жұмыстарға тарту 43 бап, үшінші бас бостандығынан шектеу 44 бап, төртінші бас бостандығынан айыру 46 бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтың жасағаны үшін кінәлі деп танылған адамға негізгі жазамен қатар мынандай қосымша жазалар. Мүлкін тәркілеу 48 бап, арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік наградаларынан айыру 49 бап, белгілі бір лауазымды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру 50 бап, Қазақстан Республикасынан азаматтығынан айыру 51 бап, шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу қолданылуы мүмкін. Сонымен бүгін тақырыпта жазаның түсінігіне, мақсаты мен түрлеріне тоқталып өттік. Сабақ аяқталды, сау болыңыз.